Күн яхшы болсын, аяулы ноғайларым. Бүгін бізде тема сан атлар. Сан атлар числительные. Біз сонда яшода яшаймыз да, санамаға сүйеміз. Неше мәлет аламыз, неше ақым шығарамыз, неше ясымызда, неше ақылы біз құлықлар етеміз. Бәзірді де біз санап білмей керекпіз. Сан – это число, да? Енді сол санды біз ноғай тілде бір кішкей бүгін үйреніп алайық. Сан атлар числительные деген темады бүгін меске бір кішкей аңлатпа сүйемін. Сан атлар ноғай тілде екі түркімден болады. Ноғай тілде түп сан, тізім сан болады. Түп санлар неше, көп пе деген сұрауларға жауап береді. А тізім сан болса, нешінші деген сұрауға жауап береді. Мысалы, сен неше ясыңда? Мысалы, мен 55 ясымда. Сен неше ясыңда? Сен 15 ясыңда. 55-15 деген болады түп сан. Сен нешінші кластың оқушысы? Сіз айтасыз, мен 5-ші кластың оқушысы. 5-ші деген болады түп сан. Егер біз толықша язба сүймесек, 30-шы, 13-ші деп, біз цифрады, санды yazып тұрып, сызықша салып, ныманшы ыды, ныманшы еді қоспа боламыз. Соншында біз білмей керекпіз. Яңылыс жібермес үшін қайты жазылатағанын түп санлардың, тізім санлардың. Дұрыс жазу үшін мен сізге әл тақтаға яздым санлар. Сол санларды мен сізге яздым цифрамын, біз енді оны әріплерімен жазайық. Мысалы, 50 деген сан yazылады, ортасында екі лыман. 85 бұл бізде қабатлы сан ат болады. Егер 5 десек, ол болады бізде қабатсыз. А 85 деп айтсақ, ол болады бізде қабатлы сан ат. Есіңізде сақлаңыз, сан атлар қабатлы, қабатсыз болады. Сан атлар түп сан болады, тізім сан болады. Міне мысалы, мен туған жылым 1965 жылда жазайық. 1965. Яда айтсақ, 14.900 деп айтсақ, 14.900 деп жазға керекпіз. Сан атларын біз не үшін білмеге аңлама келеміз. Мысалы, біз заманды айтпа сүйеміз да. Мысалы, әлі неше сәт? Бүгін әлі бізде 2 сәт. Егер 3-ке жүрген болса, 3 час деп айтайық болса, біз айтамыз 15 дақиқа 3-ке жүрді. Половина 4 бар. 4-ке ярым болды. Пол 8-ға 8-ге ярым болды. 5 минут 11 бар. 11-ге 5 дақиқа жүрді. Көресіз бе, біз қайтып ноғайша спайет өз тілімізде сәтті айтпа боламыз. Неше сәт болды? Который час деп сізден бір ноғай сұраса, сіз жауаптаңыз, ақай, 15 дақиқасыз 12 сәт деп. Мен ойлаймын, ол бек сүйінер, машала, әперім деп сізге айтам. Есап, мысалы біз есап дәрісте, математикада біз қосамыз, тайдырамыз, плюс, минус қосу, тайдыру, умножаем, делим санларды да, умножаем, керелейміз, бөліміз санларды. Есапта да санат бек керек, сәтті. Телефонды, мысалы, мені сұрайды, сіздің телефоныңыз номер қайда? Сіз оны орысша айтпай, мысалы 8-928-243-02-80 деп айтпай, сіз айтасыз 89-28-243-02-80 деп. Қайда әлемет? Сіз разы ма менімен ойыммен? Мен ойлаймын, сөйт біз ноғайша санларды айтсақ, бек қызықлы, бек әрі болады. Умножение керелейміз, да, сөйлі айтмеске санларды 2 умножаем на 2, мысалы, да, 2-ге керелесек, неші болады деп сұраймыз. Яда 5-ті 3-ге керелейік, умножаем 5 на 3. Міне қараңыз, сәтті, есапта, телефонда, біз сөйлеу заманда, туған жылда айтқан заманда, мысалы, біздің районымыз
Қашан құралған? Сіз айтпай керексіз да, санынан. Яда Фазил Апасұлы Абдужалилов қашан туған десе, сіз айтпайсыз. Фазил Апасұлы Абдужалилов туған 1913 жылда. Бұйыл біз қайсы шайырдың мерекесін белгіледік десек, мысалы, былтыр біз Гамзат Ажгелдиевтің 80 жылдық мерекесін белгіледік деп айтамыз. Яда Кадрия Темірғұлатованың біз 70 жылдық мерекесін жоғары әлде белгілегенбіз деп айтпай боламыз. Аяулы қараушыларым, оқушыларым, бізде санатлар көп тақпақларда қолданылады. Мысалы, 7 кере өлші, 1 кере кес. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ноғайша да сол тақпақ бар. Алғанға 6 да аз, бергенге 5 те көп. Олақ қарашы, қайды әлемет мұның мәнесі. Сондай тақпақлар, санатлар болған тақпақлар біздің ноғай тілімізде бек көп. Олар біздің ноғай тілімізді байытадылар, шеберетеділер. Біз, мысалы, санат дейін темада өткен заманда оқушыларымыз бар, кім көп тақпақ айтар екен, ішінде санат болған деп айтамыз, сондай борышты олар yazып алып келеділер. 50 елден ерек болсаң да, ел әдетін ұмытпа. Мысалы да, 50 ел. 50 елда, 50 ел. Елден ерек болсаң да, ел әдетін ұмытпа. Міне мысалы сосы тақпақта алып қарайды. Бұл бізді айтады, біздің ата-бабаларымыздан қалған игі әдетлерді біз бірде 50 ел жат жерде яшасақ та біз ұмытпа керек туылмыз. Мысалы, елді деген мұнда сан атты біз қолданамыз. Елдің, халықтың, ата-бабалардың игі әдетлерін біз дайымда жүрегімізде, ойымызда, есімізде сақлап, қолданып, келе жатқан жас өспірлерге біз үйретпей керекпіз. Санат деген тема бек қызықлы. Санатларды біз түрлендіреміз келісілермен. Ол түрленеді келісілермен. Мысалы, 5 деген сөзді түрлендірейік. Тізім сан 5-ді, 5 дегенде біз түрлендірейік келіспен. Бас келіс. Не? 5-ші. Қайтын келіс недің? 5-шідің. Жөнеліс келіс. Кімге неге? 5-шіге. Сүсім келіс кімді? Неді? 5-шіді. Орын келіс кімнен? Неден? 5-шіден. Шығыс келіс 5-шіден. Орын келіс неде? 5-шіде. Міне біз тізім санды түрлендірдік келісілермен. Келісілермен санатлар түрленеділер. Енді морфологиялық айыруды да біз білмей керекпіз. Мысалы, мен 5-ші класста есапты бек сүйетан едім. Яда мен 11-ші класты біткенде докторға оқыма бараяқпын. 11-ші. Біз соны морфологиядан айырма керекпіз. Емада ол қайда сөйлем кесек? Түрлі сөйлем кесектер болма болады санатлар. Сөйлем кесегі айырғыш, сыпат па, ат па, сөйлем кесек, это часть речи, да? Бастапқы кебін, начальная форма, қабатлы ма, қабатсыз ба? Санатлар айттық, да? Қабатлы болады, қабатсыз болады. Мысалы, 5-тен қабатсыз, 15-тен қабатлы. Түркімі болады түп сан, тізім сан, келісі, сіз көрдіңіз қайсы келісі екен, біз білмей керекпіз. Санат деген темада өткенде, аяулы оқушылар, біз білмей керекпіз. Оның қайды түркімі болады екен, түп сан, тізім сан, келісілермен түрленуін, морфологияның айырып білмей керекпіз. Санды біз дұрыс құлан білмей керекпіз. Санды дұрыс құлан білмейміз біз. Тілімізде, сәтті айтқан заманда, туған күнді айтқан заманда, заманда айтқан заманда, телефон номерін, есап дерсілерді біз бәр ерде де сан атлар бек кереклі. Әлі сіз тақтаға қарайсыз, мұнда yazылы цифралар.
Цифралар ем янында, санларда янында ноғайша атылады. Біз білмеймізші мысалда, білмейді ағылар, ноғай тілді білмейді ағылар. Міне, цифраға қарайсыз, бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есің бір дақыш кетті ойын. 1 тас, 2 тас, 3 тас, 4 тас, ақата, бақата, ербегей, сербегей, онтай, шонтай, шық тотай деп бұрын заманда қумақ ойнақта, тығылмақ ойнақта балалар айтылған болғандарда. Әлі ехала белка біріктіп айтады, орысшалап балалар ойнайтшы. А бізде ноғай тілде ақата, бақата, ербегей, сербегей, онтай, шонтай, шық тотай. Еда бірім, екім, үшім, дөртім, бесім, алтым, ауыр, қалқам, арытай, торытай, шық тотай деп ойнайтан болған. Әлемет болма, бек әлемет. Мысалы, 0. 0 деген сөз, о бізде sıfır деп айтамыз да. 1000. Міне 3 0 бар да, 3 0 бар. О бізде 1000. Миллион. Миллионда бар 7 цифры. Значит, о болады 7 сан. 50 000 қабатлы сан ат. 100 дегенде 2 әріппен жазылады. Сіз білесіз? Мысалы 16 жарым. 16 жарым айтсақ, 16 жарым. Ярым ол половина. Ярым половина. Мысалы 10 метр ярым деп айтамыз да. 10 метр ярым. Бұл бізде болады ярым, яртысы половина болады. Сол затларды сіз әрі білмей керексізді ойлаймын. Не десе, санатлар деген тема бек қызықлы, оны аңлаған әлемдерге. Сау болыңыз.